Армысыздар, құрметті көрермендер. 7-ші физика сабағы үдеу Ньютон заңдары емтиханның шешуі. Бірінші сұрақ. Денеге көлденең 150 Ньютон әсер етеді. Дененің массасы 30 килограмм болса, үдеуі неге тең? Екі өліссіз дейді, жазық бет екі өліссіз. Ньютонның екінші заңы бойынша үдеу ол жалпы күш бөлінген жалпы массаға тең. 150-ді 30-ға бөлсек 5 болады. 5 метр секунд квадрат. Екінші сұрақ. Суретте көрсетілген тегіс беттегі дененің үдеуін табыңыз. Оң жаққа қарай 40 ньютон, сол жаққа қарай 10 ньютон әсер етіп жатыр. Сонда жалпы күш ол неге тең? F1 азайтылған F2-ге тең. Және оң жаққа қарай әсер етеді, 30 ньютон болады. Сонда үдеу жалпы күш бөлінген массаға тең. 30-ды 5-ке бөлеміз. Жауап 6 метр секунд квадрат болады. Келесі есеп. Лифттің ішінде, лифт төмен қарай қозғалып бара жатыр. Үдеуі 4 метр секунд квадратқа тең. Лифттің ішіндегі адамның салмағы неге тең дейді. Бұл адамға төмен қарай өзінің ауырлық күші бар, mg. Және де лифт төмен қарай үдеулетіп бара жатыр ғой, жоғары қарай инерция күш әсер етеді, ma деген. Сонда оның салмағы mg минус ma-ға тең. Яғни 80 көбейтілген 10, 800, азайтылған 80 көбейтілген 4, 320 тең болады қанша? 480 ньютон. Лифтте төмен қарай түсіп барғанда өзіңізді біраз жеңіл сезінесіз ғой. Осы себептен бола екен. Төртінші есеп. Енді осы жерде дене екі өлісі бар, тегіс бетпен қозғалып бара жатыр. Күш 30 ньютонға тең, қозғалуы мүмкін. Оған қарама қарсы мына жерде екі өліс күш әсер етеді. Сосын жоғары қарай реакция күші, төмен қарай ауырлық күш әсер етеді. Реакция күші бұл жағдайда mg-ға тең. Яғни 50 ньютон. 5 көбейтілген 10, 50. Екі өліс күші не тең? un. Яғни 0,4-ті 50-ге көбейтсек 20 ньютон болады. Бұл жерде максимально 20 ньютон болады, ал күшіміз 30 ньютонға тең. Демек, дене қозғалады. Екі өліс күште максимально болады. Сонда үдеу неге тең? F азайтылған F екі өліс күш максимальный бөлінген масса. Яғни 30 минус 20 бөлінген 5. Жауап 2 метр секунд квадрат. Бесінші сұрақ. Тура осы жағдай тек күшіміз 10 ньютонға тең. Қараңдар, күш 10 ньютон. Бұл екі өліс күшінің максималды мәнінен аз ғой. Бұл мю mg-ға тең, яғни 20 ньютонға тең. Демек, ол дене қозғалмайды, бір орында тұрады. Яғни оның екі өліс күші мына әсер еткен күштен әлдеқайда үлкен. Бірақ мына нәрсені біліңіздер. Мына жерде 10 ньютонмен әсер етсе, Ньютонның үшінші заңы бойынша бұл жерде 10 ньютон екі өліс күші болады. Бұл екі өліс күшінің максималды емес мәні, бірақ басқаша болуы мүмкін емес қой. Екі өліс күш көбірек болуы мүмкін емес, себебі сіз бір нәрсені тартсаңыз, ол кері қарай қозғалмайды ғой.
оны жай ұстап тұрады. В общем, жауабы үдеу 0-ге тең. Келесі жіп дейміз ғой. Келесі сұрақ. Жоғары қарай 40 ньютон, төмен қарай Т әсер етеді. Әжде жоғары қарай Т. Мына жерден, конечно, 10 ньютон ауырлық күш әсер етіп жатыр. Мұнда 10 ньютон ауырлық күш әсер етіп жатыр. Сонда, бірінші денені қарастырамыз. 40 азайтылған 10 азайтылған Т тең болады М ағая 1 көбейтілген А. Екінші жағдай, екінші дене. Ол да сондай үдеумен қозғалады. Т минус 10 тең болады 1 көбейтілген А. Осы екі теңдеуден бір-біріне теңестіретін болсақ, екеуі бірдей ғой. 30 азайтылған Т тең болады Т азайтылған 10. Сонда 40 тең болады 2 Т-ға, Т бізде 20 ньютонға тең екен. Немесе тағы да шығару жолы бар. Жалпы күштерді аламыз. Т-ны алмаймыз ол кезде. Жалпы күш жүйеге әсер ететін 40 азайтылған 10 азайтылған 10 тең болады 2 килограмм көбейтілген А. Сонда 20 тең 2А. Үдеуіміз 10 метр секунд квадратқа тең. Потом мына екінші теңдеуге қоя саламыз. Т азайтылған 10 тең болады 10-ға. Т тең болады 20 ньютон. Келесі есеп. Бірінші дененің массасы 10 килограмм, екінші дене 40 килограмм. Үйкеліс жоқ, жіп салмақсыз. Жүйенің үдеуін табыңыз дейді. Бұлай қарай, жоғары қарай Т әсер етеді, төмен қарай 40 килограммның ауырлық күші 400 ньютон. Бұлай қарай Т әсер етеді. Бұл жерде ауырлық күші перпендикулярны, яғни ешқандай несі жоқ. Реакция күші, ауырлық күші, қатысы жоқ. Сонда мынаны жаңағы сияқты екі денеге бөліп шығарсақ болады. 400 азайтылған Т 40 А. Екеуі бірдей жіппен байланғандықтан ол жіп ұзармайды ғой. Өтеулері бірдей. Т екінші дене үшін Т тең болады 10 А. Мына екі теңдеуді бір-біріне қосып жіберсек 400 азайтылғанды қосылғанда Т-лар қысқарып кетеді. Тең болады 50 А. Үдеуіміз 8 метр секунд квадратқа тең. Жақсы, енді келесі есеп. Денелердің арасында үйкеліс коэффициенті бар дейді. Так, мынау былай қарай тартып жатыр, значит, былай қарай үйкеліс күш әсер етеді. Былай керілу күш әсер етеді. Ал үстіңгі денеге керілу күші былай тартып жатса, үйкеліс күші керісінше оған әсер етеді. Сонда екі денеге екі түрлі теңдеу жазайық. F азайтылған үйкеліс күші азайтылған Т тең болады М А. Кстати, екеуі бірдей жіппен бір-біріне байланғандықтан өдеулері бірдей. Т азайтылған үйкеліс күші тең болады М А-ға. Үйкеліс күшін қалай табамыз? Ол мына жерде миу N-ға тең. Ал мына N қарасаңыздар кішкене mg-ға тең. Демек, мынау миу mg-ға тең. Так, осы екі нені қосып жібереміз. Сол кезде F азайтылған 2 миу mg, 2 үйкеліс күш. Т-лар қысқарып кетті. Тең болады m плюс m a. Сонда үдеу неге тең болады? Күш 200-ге тең, азайтылған 2 көбейтілген миу 0,5 көбейтілген mg ол 30 бөлеміз. Так, 3 қосылған 7 ол 10 болады. Сонда 200 азайтылған екеуі бір болып кетеді. 30, 170 бөлінген 10, 17 метр секунд квадрат болады. Жақсы, енді соңғы есебіміз. Так, бұл есеп күрделі есеп.
Бұл жерде қараңыздар, М деген масса бар, астыға қарай тартып жатыр да. Бұны mg дейік. Және де жоғары қарай 2 керілу күші бар. Бұл әр керілу күші мынаны былай қарай тартып жатыр. Так, енді жіптің ұзындығын есептейік. Так, мына жерде мына координата бізде x2 деген координата болсын. Мынау бізде x1 деген координата. Мынау бізде x3 деген координата болсын. Так. Мынаның координатасы, мысалы, x0 болсын. Сол кезде допустим, мына жер 0,0 yx 0,0 деген не болсын. Осыған байланысты бұлар есептелініп жатыр. Так, мына бірінші дене үшінші дене үшін теңдеу жасайық. Сосын бірінші дене үшін t тең болады m1 a1, t тең болады m2 a2. Қанша белгісіз бар? T, a1, a2, a3. 4 белгісіз, бірақ бізде пока что 3 жақ теңдеу. 4-ші теңдеу жіптің ұзындығы сақталады деген теңдеу. Яғни жіптің ұзындығын есептейік. Мына жерде x3 азайтылған x0-дан 2 штук бар, бізде қосылған. Мына жерде x0 азайтылған x2, мына жоғары жақтағы ұзындық. Мына ұзындық x0 азайтылған x1 тең болады L. x0-дар қысарып кетеді бізде. Не қалады? 2x3 азайтылған x1 азайтылған x2 тең болады L. Бұл ұзындығы дельта L бөлінген дельта T уақытпен өзгермеу керек. Демек, дельта x3 2 көбейтілген дельта x3 азайтылған дельта x1 азайтылған дельта x2 тең болады 0-ға. Қараңыздар, x3 ұзарып бара жатыр, сол үшін оны 2a3 t квадрат бөлінген 2 деп орнына қойсақ болады деуді. Ал x2 қысқарып барады керісінше. x2 так. x2 өсіп бара жатыр. Ол x2 өсіп барады, x1 өсіп барады, олардың орнына a1 t квадрат бөлінген 2 минус a2 t квадрат бөлінген 2 тең болады 0. Қоямыз, t квадрат бөлінген 2-лері керек жоқ. Сонда бізде не қалады? 2a3 тең болады a1 қосылған a2-ге. Осының орнына қойық, қараңыздар. 2 көбейтілген. a3-тің орнына қоятын болсақ, mg минус 2t бөлінген m тең болады t бөлінген m1 қосылған t бөлінген m2. Так, и осы жерден не шығады? 2g, m-дар қысарып кетті, тең болады 4 бөлінген m қосылған 1 бөлінген m1 қосылған 1 бөлінген m2 көбейтілген t. Осы жерден t-ны тауып алайық. Ол неге тең? 20 бөлінген 4 бөлінген 8 қосылған 1 бөлінген 2 қосылған 1 бөлінген 4. Мынаған 4-тен берейік, мынаған 2-ден. Жауабымыз 20 бөлінген. Так, мұнда 8, 10 болады. 10 бөлінген 8. 16. 8 жоғары көтеріледі ғой. Екі жердегі 8 16 ньютон болады. Сонда енді A3-ті табу керек бізге. A3 неге тең ол? 2 көбейтілген mg 80 азайтылған 2 көбейтілген t 32 бөлінген 8 4. 80-нен 32-ні азайтсақ 48 болады, 48 4-ке бөлсек
12 метр секунд квадрат болады. Жақсы, осымен біздің неміз бітті, сабағымыз. Сау болыңыздар.